Сәлемдердік, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз мясной пирог дайындаймыз. Біз мясной пирогтың құрамына қажет нәрселер тестосына қажет нәрсе, яғни ұн, сары май, кішкене тұз қосамыз. Бір қасық сметан немесе майонез қоссаңыздар болады. Бір жұмыртқа, разрехитель. Осылардың бәрін жақсы араластырамыз. Песочный тестомыз дайын болды. Кішкене тұндырып алғаннан кейін екіге бөліп жақсылап, бір бөлігін кішкене мен үлкендеу болдым, екінші бөлігін кішкентайлау болдым. Начинкасына керек нәрсе ол бізде тауықтың төс еті, жуа, картоп, сәбіз, тұз бұрыш қалауларыңызға қарай, және кристаллик қосасыздар. Осыларды жақсылап араластырасыздар қосып. Бір кесе шемішке май қосамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін осылай дайын болады. Жаңағы тестомды жайып, ішіне начинкасын салып, екінші бөлігінде тоже жайып, бетін жабамыз әдемілеп. Бетіне жауып, жан-жағын тегістеп жабамыз. Бетін үстіңгі жағын міндетті түрде бүйтіп кесіп қоямыз. Сосын мен бетіне мак септім. Сіздер өздеріңіз білесіздер, не сепсеңіздер де қалауларыңызға қарай көресіздер. Мына пирогымыз дайын болды. Дайын болған пирогымызды іші деген сочный, күшті, дәмді болып шығады. Тестосы жұмсақ кәдімгі жеген кезде еріп кетеді. Ал ас болсын.